Сәлем достар, бүгін творожный рогалики жасайтын боламыз. Ол үшін бізге май, қант, творог керек болады. Осылайынан араластырып алып, үстінен ұнымызды, разрыхителімізді қосып, қолға жабыспайтын етіп, қамыр илеп алатын боламыз. Одан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөліп, осы видеодағыдай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Одан кейін 8 бөлікке бөліп, рогаликімізді жасайтын боламыз. Рогаликидің начинкасына варенка немесе варенье қосып жасасаңыздар болады. Осы видеодағыдай етіп орап аласыздар. Одан кейін пешімізді 180 градусқа қыздырып 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Оңай әрі тез жасалатын тәттілер рецептісін көргілеріңіз келсе, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рогаликаларымыз өте жұмсақ, тәтті болып шығады, жасап көріңіздер.